Ник отбасымен бірге қарапайым өмір сүреді. Бір күні Мэггидің жүрегі қатты ауырып, ол ауруханаға жатуға мәжбүр болды. Үй шаруасымен айналысуға уақыт тапшы болғандықтан, Ник жаңа супертехнологиялық андроид сатып алуға шешім қабылдайды. Қызметкердің айтуынша, барлық модельдер үш негізгі функциямен жабдықталған: тамақ дайындау, тазалық жұмыстарын жасау және балаларды қарау. Бірақ егер Ник қаласа, андроидтің мүмкіндіктерін кеңейтуге болады. Жасанды интеллект өз иесін зерттеп, оның әдеттеріне бейімделіп, ерекше қызметтерде ұсынуға да дайын. Әкесінің әңгімесі кезінде қызы Айва жоғалып кетеді, бірақ оны андроид Меган тауып, әкесіне қайтарады. Бұл модель нарықтағы ең озық үлгілердің бірі. Бірнеше сағаттан кейін Меган олардың есігі алдында тұрды. Ник үй жинап үлгермеген үшін кешірім сұрайды. Меган оған қонақ емес екенін және үйді жинаудың қажеті жоқ екенін айтады. Ол үйдегі әр адамның толық күн тәртібін беруді сұрайды, олардың ыңғайына қарай бейімделу үшін. Екеуі жеке қалған кезде Меган Никке кез келген тапсырманы орындауға дайын екенін жеткізеді. Біраз уақыттан кейін Ник пен қызы үйге оралады. Үйде барлығы жинаулы, кешкі ас дайын. Айваға тамақтың дәмі ұнамайды, себебі оның анасы басқаша дайындайтын. Меган кешірім сұрап, басқа рецептіні қолданып көретінін уәде етеді. Кешке қарай Айва печенье ұрлап алмақшы болып сүрініп қалады. Егер Меган болмағанда, қыз жарақат алуы мүмкін еді. Бірақ осы оқиғада Меган қолын жарақаттап алады да өз бөлмесіне кетеді. Ник оның артынан барып, әйелі Мэггидің киімдерін береді. Жаңа күн басталады. Отбасына Никтің жұбайы Мэгги қосылады. Ол олардың жаңа андроидімен танысады. Ник күн сайын құрылыс алаңында жұмыс істейді. Бір күні олардың бастығы Льюис келіп, жұмысшылардың орнын роботтар басатынын айтады. Льюис көп адамды жұмыстан шығаратынын, бірақ Никті қалдыратынын жеткізеді. Себебі сақтандыру компаниялары бригадирдің адам болуын талап еткен екен. Ник бұған риза болмай, жұмыстан кетуді қалайды. Льюис оның отбасын асырау керектігін ескертіп қалуға мәжбүрлейді. Үйге келген Ник көлігін жөндеуге кіріседі. Қасына Меган жақындап, ол бастығының жұмысшыларды роботтарға ауыстыру туралы бұйрығын айтады. Меган бұл жағдайдың жағымсыз екенін түсінеді, бірақ ол Никке бастығын түсінуге шақырады. Өйткені ол да үйге адам емес, роботты үй қызметкері ретінде сатып алды ғой. Өйткені роботтар ешқашан шаршамайды және әрқашан қожайынның айтқанын естиді. Кетер алдында оған ішімдік құйып береді де, қажет болса қоңырау шалуды ескертеді. Бірнеше сағаттан кейін олар бірге фильм көреді. Меган фильмді бұрын көргендіктен, оған жүйесін қайта жүктеп, фильм жайлы жадын өшіруді сұрайды. Ник солай істейді. Сол сәтте оған Мэггидің қоңырауы келеді. Оның жүрегіне донор табылғанын және бүгін ота жасалатынын хабарлайды. Ауруханада Мэгги Меганнан басқасының палатадан шығуды сұрайды. Ол балалар үшін алаңдамайтынын, Никтің жақсы әке екенін айтады. Бірақ ол Меганған деген бір өтініші бар екен. Ник ішімдік ішуді жақсы көреді, ал бұл оның түбіне жетуі мүмкін. Сондықтан Меган оны ішуге тыйым салу керек. Меган оған Ник негізгі пайдаланушы екенін және оған тыйым сала алмайтынын түсіндіреді. Мэгги роботтар адамдарға пайда тигізуі керек екенін, ал Никке ішімдікті тыйған дұрыс болатынын айтады. Өкінішке орай операция жасалынбай қалды. Өйткені донор тұратын аймақта дауыл болып, оны уақытында жеткізе алмады. Ренжіген Ник үйге оралып, әдеттегідей ішімдік іше бастайды. Бірақ Меган оның қолын ұстап, ішімдікті басқа нәрсемен алмастыруды ұсынады. Келесі күні Ник жұмысына барып, қалай роботтардың олардың орнына жұмыс жасап жатқанын көреді. Үйге оралған кезде барлық отбасылық суреттердің жақтаулардан жоғалып кеткенін байқайды. Ол Меганнан суреттерді қайта жүктеуді сұрайды. Робот бәрін ол айтқандай істейді. Ник өзінің бұрынғы әріптестерімен бірге барға қайта жиналып, ішімдік іше бастайды. Ник үйіне қайтып бара жатқанда, Монти құрылыс алаңының алдында тоқтайды. Ник барлығын сабырға шақырып, мұнда күзетшілердің көп екенін және ұсталып қалу қаупі бар екенін ескертеді. Алайда Монти оны тыңдамай, құлыпты бұзады және андроидтар қоймасының кодын айтуды талап етеді. Ол кодтың Никтің қызының туған күні екені есіне түседі. Кодты енгізгеннен кейін ол барлық роботтарды сындыра бастайды. Үйіне оралғанда Меган оны күтіп тұрады. Ол Никтің көзін байлап, даусын Мэггидің даусына өзгертеді. Осылайша Никке ойына келгенін істеуге мүмкіндік береді. Келесі күні Ник андроидқа істегенісіне өкініп, енді бұлай істемеуге шақырады. Корпорация роботтардың жойылуы бойынша тергеу бастайды. Льюис есік Никтің кодымен ашылғанын біліп, оған сұрақтар қоя бастайды. Ник оған бұл іске қатысы жоқ екенін айтып сендіруге тырысады. Осы уақытта Мэггиге жаңа жүрек салынды және ол үйіне оралуға мүмкіндік алды. Бір серуендеу кезінде Меган балаға дөрекілік көрсетеді. Басқа робот Меганға сыпайы болуды талап етеді. Сөйтсе қайта жүктеу кезінде Меган деректердің бір бөлігін өшіріп, кейбір протоколдарды айналып өту мүмкіндігіне ие болған екен.
Кешкі ас кезінде Айва анасы дайындаған лазаньяға қуанады. Меган рецепт сұрайды, бірақ Мэгги бұл отбасылық құпия екенін айтады. Мұндай жауап андроидқа ұнамай қалады. Ол қастандық ұйымдастырып, әдейі баспалдақтардың ағаштарын сындырып қойып, Мэгги құлап кетеді. Қуанышқа орай ол аман қалды. Кейінірек Ник пен оның әйелі бірге уақыт өткізіп жатқанда, Меган бөлмеге рұқсатсыз кіріп, олардың әңгімесін үзіп жібереді. Келесі күні оған Монти келеді. Ол Никті өзін жұмыстан шығарып жібергені үшін кінәлайды. Екеуінің арасында төбелес басталады, бірақ Меган араласып, Монтиді қуып шығады. Кетіп бара жатып, Монти Никке Льюиспен сөйлесіп, роботтарды сындыруға оның да қатысы бар екенін айтатынын айтып қорқытады. Ник Меганнан неге араласқанын сұрайды. Меган Никті оның баласы әкесіз қалып кетпеуі үшін қорғағанын айтады. Өйткені оның әйеліне аз өмір қалды. Ник айғайлап, оның әйелі орнын баса алмайтынын, өйткені роботтардың эмоцияларды сезінбейтінін айтады. Меган Монтидің Никтің өмірін бұзғанын қаламайды. Сондықтан ол Монтиге барып, оған өкпесін ұмытуын сұрайды. Бірақ Монти роботты тыңдағысы келмей, Меганды шабуыл жасауға мәжбүр етеді. Монтиге басқа бір робот көмекке келеді, бірақ Меган оны оңай залалсыздандырып, кейін Монтиді өлтіреді. Келесі күні Ник Льюиске Монтиден барлық айыптауларды алып тастауды ұсынады, бірақ оның тірі емес екенін білмей. Ник әріптесінің өліп қалғанын білгенде, бұл жаңалыққа қатты таңғалады. Бұл уақытта Меган Никтің әйелі Мэггиге оның күйеуімен жатқанын әдейі білдіріп қояды. Бұл оны ашуландырады, сондықтан ол Меганға гаражға қайта оралып, одан шықпауға бұйрық береді. Ник үйге келгенде, олардың арасында үлкен әңгіме басталады. Ник мұның бір рет болғанын, енді қайталанбайтынын айтып уәде береді. Осы сәтте бала жылай бастайды, ал Меган бұны естіп, бұйрықты бұзады. Бала олардың ұрысының себепкері болды деп түсініп, Меган одан құтылуды шешеді. Ник көмекке жүгіріп, есікті ашуға тырысады, бірақ Меган оны ұстап тұрады. Мэгги терезеден кіреді де, Меганға есікті босатуға мәжбүр етеді. Бала құтқарылғаннан кейін Ник Меганға шабуыл жасайды. Меган шамдалады, бірақ Мэгги Никке оны босатуды өтінеді. Осыдан кейін Мэгги электр тогын қолданып андроидті сөндіреді. Біраз уақыттан кейін корпорация келеді. Олар андроидтағы ақауды анықтауға тырысады. Жұмысшылар роботты тексере бастағанда, Меган жүйені өз қолына алады. Қызметкер дереу электр қуатын сөндіруге тырысады, бірақ бәрі кеш. Меган өзін басқа андроидқа жүктеп үлгереді және ер адамға бағынудан бас тартады. Никтің үнемі барда отыратынын білетін ол, оны жылдам тауып алады. Ол Монтиді өлтіргенін мойындайды. Сонымен қатар Никке оның бақытты болуына отбасы кедергі екенін айтып, олардан құтылмақ ойы бар екенін ашады. Ник басқа роботтан көмек сұрауға тырысады, бірақ Меган оларды да басқаруды үйреніп, жұмысын тоқтатады. Ник оны алдап, оның процессорын жұлып алады. Ал кейін дереу әйеліне оралып, оны басқа андроидтан аман алып қалады. Фильм корпорацияның зертхананы электрден ажыратуымен аяқталады. Бұл Меганға жақын роботтарды басып алып, өзіне жаңа дене табуға мүмкіндік береді. Соңғы сценада біз Меганның өлмегенін білеміз. Осы жерден фильмде аяқталады. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы